Сен өз балаңды сағындың ба? Ал анасы елі үшін баласын алыста қалдырса ше? Ол дала Мадоннасы деп те аталады екен. Әрі сұлу, әрі ақылды болса керек. Аманатқа ұлын орыстарға жіберген деп тұр ғой. Қандай қиын десеңші? Бұл не? Сурет тіріліп барады. Біз қайда түсіп кеттік? Тарихтың ішінде тұрмыз ба? Дастарханыңызға рахмет, мәртебелі. Патша сарайында Ералы сұлтанмен кездесіп тұрамын. Екеуміз жақсы араласып кеттік. Ол анасы Бопай ханымға арнайы сәлем жолдады. Құлыным-ай. 1736 жыл. Әбілқайыр хан ордасына ағылшын суретшісі Джон Кессел келді. Суретші ақылына көркі сай Бопайдың суретін салуға ниет білдірді. Кешеден бері сыпайы жүріс тұрысыңызға, жұмсақ мінезіңізге тәнті болдым. Жаныңыз таза, көркіңіз келісті екен. Егер ханым рұқсат етсе, суретін салар едім. Ханымның өзі біледі де. Ералы жаным сағынып жүрген шығар. Осы суретімді жеткізіп бере аласыз ба? Әбден болады. Анасының суретін Ералыға апарып көрсетем. Ералының анасына деген сағынышы да басылар ма еді бәлкім. Джон Кессел Бопай ханымды тік тұрғызып қойды да ақ қағазға суретін сала бастады. Сол екі арада кіші ұлы Әділ келіп, анасының етегіне жабысты. Суретші баланың қолын ұстап тұруды тапсырды. Бірақ бала анасын өзімен бірге әкетпек болып, қолынан тартқылай бастады. Осы екі арада бой жетіп қалған қызы Зылиха шыға келді. Оның ар жағында қызметші әйел 6-7 жасар қызымен келіп тұра қалды. Суретшінің қолы қағаз бетінде жүгіріп жүр. Қарын ашының ұшы тиген жерде бейнелер пайда бола бастады. Суретші Бопайға жүзін айқын көрсету үшін оң жағына қарай сәл бұрылып тұруды тапсырды. Ол ары тартқан Әділдің қолынан жібермей, мойнын суретші жаққа қарай бұра түскен. Суретші қағаз бетін шимайлай отырды. Сурет дайын болды. Тарихты өз көзімізбен көрдік қой. Елі үшін кепілдікке жіберген ұлын қатты сағыныпты ғой. Қарашы, жарық. Біз қайтып барамыз. Мүмкін ол бізді көрген шығар. Ана жүрегі бәрін сезеді ғой.